Достар, бәріне сәлем, қалдарыңыз қалай? Менің видеоларым қазақ тілінде өз тыңдаушыларын тауып жатқан сияқты. Сондықтан видеоларды жалғастырамын. Бір адам айтыпты, сен жазыпты комментарийда, сен өзіңді бір коуч ретінде қалап жүрген сияқтысың дегендей. Коуч деген психологиялық бір техникалар, жалпы адамның өмірін баянды сүруге көмектесетін мамандар деді ғой. Сол. Мен өзімді коуч екенімді бұрыннан мойындап қойғам. Сертификация алатын болсам, оны да айтармын әлі. Бірақ онсыз да адамның ішінде өзіне деген сенімділік, өзінің білімінің күнделікті көбейіп жатқанын сезінсе, онда адам жақсы нәрселер айтады, және оны осы ойларын тыңдаушылары көп болады деп ойлаймын. Сонымен бүгінгі тақырып, достар, осындай, сен егер өмірінде бір нәрсені қалайсың, бірақ оған жете алмайсың. Ол не? Неге оған кедергілер бар? Және сен сұрақ қоюың керек өзіңе. Ол мақсат, ол арман шынымен сенікі ма? Немесе саған іліп қойған міндет па? Немесе саған қоғамның айтуынша жасап жатқан нәрселер ма? Сен бір нәрсені қалайсың, түп санаң бар, сана бар, түп сана бар. Ол түп санада сен өзің бір нәрсені қалайсың, бірақ оған жете алмайсың. Сана бойынша сен осыны қалаймын деп айтасың, бірақ тағы да жете алмайсың. Және денең бәрі күйзеліс табады, стрессқа ұшырайды, денсаулығың нашарлайды. Деннің сау еместігі жалпы адамның бет әлпетінен көрінеді. Біріншіден терісінің түсі, денесіндегі артық сулар мен майлар, спортқа немесе ұйқыға деген реттіктің жоқтығы, оның бәрі сенің өміріндегі нәрселер дұрыс жасалмай жатыр деген белгі. Оған сенің денең де, бүкіл жаның да соған қарсы болып тұрады. Сонда не істеу керек? Оны ойлану керек. Сенің қойған мақсаттарың қандай? Бір бастапқы 3 мақсатты айта аласың ба? Жақсы. Оған жету үшін қанша уақыт керек? Оны айта алсаң, нақты сенде 100% сенімділік болса, оны жасауыңа болады. Бірақ кейбір мақсаттарға жету үшін денеңде бір ыңғайсыздық пайда болса, онда ол мақсат сенікі емес. Сұрап көр өзіңе. Ол менің мақсатым ба? Немесе маған қоғам бұны ілді ма? Бірақ басқа адамдар ілді ма? Қасымда жүрген жарым маған осы мақсатты мойныма берді ма дегенде ілді ма, иә? Соны ойланып көріңіздер. Керек емес нәрсенің бәрін мидан алып тастау керек. Егер бір нәрсені қалайсың, жетуің қиын болса, ол сенің мақсатың емес. Мақсатыңды өзгерт, өз мақсаттарыңды, армандарыңды тап. Сол кезде жолыңның ашылғанын көресің. Жолды ашу, өзіңе деген энергияны біздің Құдайдан тарту, оның бәрі өзіңе байланысты. Рұқсат беру керек тек қана. Мүмкін сенің жаның кішкентай ғана затты қалайтын шығар. Оған көп нәрсе керек емес. Өз өмірінде сен нені істеп жатсың, нені сен істей алмай жатсың, нені сен істегің келеді, соны дұрыстап нақтылап алу керек. Және аз-аздан кішкентай қадаммен жасасаң бәрі жақсы болады. Сол, достар, түсінікті болды ма? Егер түсініксіз болса, сұрақ қойып қойыңыздар, мен тағы оны дұрыстап айтамын. Сіздер қалай ойлайсыздар? Қандай армандар сіздің араңызда, адамдардың арасында артық керек емес? Керек емес ойлар, керек емес сезімдер, керек емес ыңғайсыз нәрселердің бәрін өмірлеріңізден алып тастаңыздар. Өмір жеңілдейді, керемет өмір сүресіздер.